Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Бекзат Саттархан Құрманәлі. Бұл Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті медицина және денсаулық сақтау факультетінің YouTube арнасы. Біздің бүгінгі қонағымыз жеке кәсіпкер, Әлем Медикус қоғамдық бірлестігінің негізін қалаушы Әділет Есдәулетов. Ассалаумағалейкум, Әділет мырза, студиямызға қош келдіңіз. Өздеріңіздің қоғамдық бірлестіктеріңіз жайлы айтып берсеңіз, қашан құрылды, құрудағы басты мақсаттарыңыз? Уағалейкум ассалам. Шақырғандарыңызға рахмет. Қуаныштымын осы жақта интервью беріп жатқаныма. Біздің Әлем Медикус жобасы негізі бірнеше жыл бойы ойда келе жатқан нәрсе. Бірақ осы көктемнен нақты бір қадамға көшіп, құрылтайшылар кеңес құрылып, солардың көмегімен ашылған жоба. Құрылтайшыларымыз өзіміздің еліміздегі Қазақстан Алматының білікті мамандары, дәрігерлер. Олардың қалауынша, олардың ойымен бүгінгі күнгі жағдайларға қарап, студенттерге қандай көмектесеміз деген оймен ашылған жоба. Жобаның артықшылығы ретінде біз ойлаймыз, бұл біріншіден біз ағылшын тілін қолға алып жатырмыз. Біз ағылшын тілін студенттерімізге үйрету арқылы бүгінгі күннің соңғы шығып жатқан жаңалықтарын, соңғы шығып жатқан кітаптарды үйренуге бір мүмкіншілік беріп жатырмыз деп ойлаймыз. Өздеріңіз білесіздер, ғылым тілі ағылшын тілі болғаннан кейін бүкіл шығып жатқан жаңалықтар ағылшын тілінде шығады. Қазақ тіліне 4-5 жыл кешігіп, болмаса мүлдем келмей қалатын көптеген жаңалықтар бар. Екіншіден, біз студенттерімізге семинарлар ұйымдастыруға ойлап жатырмыз. Бүгінгі күннің мотивация болсын, тайм менеджмент болсын, жеке даму мәселесіне келген кезде қандай керекті бүгінгі күнгі білімдер керек болатын болса, сол нәрсені беруге тырысамыз. Үшінші саламыз бұл әлеуметтік шараларымыз. Әлеуметтік іс-шара арқылы біз студенттерімізге белсенді болуға шақырамыз. Айтып кететін жайт, біз университетке ешқандай бәсекелес емеспіз. Біздің ісіміз тек университеттің істеріне тек толықтыру ғана. Неге дәл медицина бағыты десеңіз, қай ғасыр болмасын, адам денсаулығы маңызды, ал денсаулық пен медицина тең ұғым. Пандемия еліміздің медицинасын төмен дәрежеде екенін ашып көрсетті. Ендігі үміт заман талабына сай дәрігерлердің қолында. Медицина бағытын таңдауымыздың түп негізі осында жатыр. Жоба кімдерге арналған? Студенттер қалай қатыса алады? Студенттер біздің жобамызға біздің сайт арқылы тіркеле алады. alemedicus.kz деген сайтымыз бар. Соның ішіне кіретін болса, сол жерде жоба туралы түсіндірілген, қалай қатысатыны түсіндірілген. Сол жерде жобаға тіркелу деген батырмаға басатын болса, қандай құжаттар тапсыру керек, не дайындау керек, бәрі жазылып тұр. Биыл біз 2-3 курстарды қабылдадық. Осы жылдан бастап, жыл сайын бірінші курстарды қабылдаймыз. Сол үшін қыстан бастап бірінші семестрден кейін бірінші курстағы студенттерін күтіп отырмыз. Жобаға қай курс студенттері қатыса алады? Және де стипендияны иелену үшін қандай талаптар бар? Жобаның конкурстары 2 кезеңмен өтеді. Бірінші кезең бұл сайт арқылы тіркелу, жаңа түсіндіріп кеткенім. GPA балын тексереміз, берген мақалаларын оқимыз. Ұнаған болса, біз оны шақырамыз. Жеке жетістіктері болатын болса, ағылшын тілінен болсын, волонтерлік жағынан болсын, болмаса кез келген олимпиададан орын алған болса, міндетті түрде біз оның бәрін қарастырамыз. Бірінші кезең өткеннен кейін біз студенттерге өзіміз сайтымыз арқылы, Instagram парақшасы арқылы хабарландыру береміз. Сол өткен студенттер екінші кезеңге өтеді. Екінші кезеңде біз кішігірім емтихан қабылдаймыз. Әрбір студент өзінің саласын оқыған сабағы бойынша кішігірім емтихан болады. Және де қосымша сұхбаттасу арқылы студенттердің қаншалықты дайын, қаншалықты бұл жобаға қатысқысы келетінін бағалаймыз. Сол бойынша жыл сайын студенттерді қабылдаймыз. Стипендияның құны қанша және қанша уақытқа беріледі? Біздің мақсатымыз толық 5-ші курсқа дейін алатын болсақ, 3 жылдан кейін 100 студентке стипендия беруге
ниетіміз бар. Яғни 5-ші курстан бастап 1-ші курсқа дейін әр жылдың әр курсын 20 шақты студентіне стипендия беруге ниеттеніп отырмыз. Мысалы, қазір 1-ші курс студенттері сіздердің жобаларыңызға қатысып ұтып алатын болса, әр семестр сайын жоғары балын жауып отыратын болса, сонда 5-ші курсқа дейін 40 000 теңге ай сайын стипендия алуға мүмкіндігі бар ма? Әрине, егер біздің қойған талаптарымызға сай болатын болса, 1-ші курстан бастап 5-ші курсқа дейін бізде стипендия беруге дайынбыз. Бұл мемлекеттік стипендиядан бөлек? Бұл мемлекеттік стипендиядан бөлек, біз мемлекеттен ешқандай көмек алмаймыз. Бұны жасап жатқан біздің өзіміздің қарапайым қазақ елі, кәсіпкерлер, меценаттар, өздеріміз таныстарымыз, туыстарымыз соларға түсіндіру арқылы келешектің медицина студенттеріне қолдау көрсету мақсатында медицина студенттері бүкіл уақыттарын, бүкіл зейіндерін, назарларын сабаққа бөлсін деп қойып, басқа стартта жұмыс істемесін, ақшалар жеткілікті болсын деп, біз бұл жобаны, стипендияны тағайындауды жөн деп көрдік. Ой, керемет. Жобаның осы уақытқа дейін жеткен жетістіктерін айтып берсеңіз, қанша студент грант ұтып алды, және де олар қандай нәтиже беріп жатыр? Жаңадан басталған жобамыз осы жылы ашылдық, осы жылы басталды бұл іс. Осы 42 айынан бастап стипендия бере бастаймыз. Біз осы уақытқа дейін тек студенттермен танысу, студенттерді емтихан алу, сұхбаттасу ғана болды. Бұдан кейін жоспарымыз біздің әр ай сайын жасайтын әлеуметтік шараларымыз, ағылшын тіл курстарымыз, семинарларымыз болады. Соларға қатысуды қолға алып жатырмыз. Осы жобаны шетелдік жобалармен салыстыра отырып, айтып беріңізші, қандай артықшылықтар мен кемшіліктері бар? Бұл жоба ешқандай шетелдік жобаларға ұқсастығы жоқ. Бұны біз өзіміз құрған жобамыз. Жергілікті Қазақстанның, қазақ елінің Алматы қаласының белсенді азаматтары, белсенді дәрігерлері, кәсіпкерлері отырып жасаған жоба. Біздің мақсатымыз біріншіден студенттерге тілді үйреніп, стипендия беріп, оларға семинарлар өткізіп, бүгінгі күннің заманға сай бір дәрігер болуына, қалыптасуына көмектесу. Жобаның артықшылығы ретінде біз айтарымыз, бұл ешқандай бір мемлекеттік жоба емес, мемлекеттен ешқандай бір қаржыландыру жоқ. Бұны жергілікті кәсіпкерлер, жергілікті дәрігерлердің бастаған ісі. Бұның бүкіл қаржылық ауыртпалығы жергілікті өзіміздің белсенді, қоғамдағы белсенді кәсіпкерлер мен меценаттарының қолдауымен болып жатқан жоба. Алдағы жоспарларыңызбен бөліссеңіз? Біздің алдағы қойған жоспарымыз біріншіден өздеріміздің студенттеріміздің, Алматыдағы студенттердің санын 100-ге жеткізу. Екіншіден бұл жобаны басқа қалалардың белсенділері арқылы Қазақстандағы бүкіл қалаларына осы жоба сияқты жобаларды ашу. Ол біздің филиал ретінде болуы мүмкін, болмаса бізге серіктес жоба ретінде сол жақта ашылып, бізбен серіктес ретінде жұмыс істеуге сондай жоспарымыз бар. Егер басқа қалалардың белсенділері сондай ойлары, ниеттері болатын болса, біз өзіміздің кейсімізді жасаған істерімізбен, тәжірибемізбен бөлісуге дайынбыз. Бұл жобаны кімдер қаржыландырып жатыр, және де оларға қандай пайдасы бар? Бұл жобаны қаржыландырып жатқан өзіміздің Қазақстан азаматтары, біз мемлекеттен де, шетелдерден де, шетелдің басқа жерлерінен ешқандай көмек алып жатқан жоқпыз. Біздің құрылтайшылардың арасында қоғамдық белсенді кәсіпкерлер, меценаттар бар. Оларға пайда ретінде біз ештеңе бере алмаймыз. Олар бұл істі тек бір қайырымдылық ретінде жасап жатыр. Олардың қайырымдылықтары арқылы біз келешектегі Қазақстан денсаулығын жақсартуға тырысып жатырмыз. Айта кететін жайт, бұл адамдар
былай айтқанда шексіз қазыналар жоқ. Бұл жобаны үлкейту үшін, болмаса басқа қалаларды ашу үшін, болмаса тағы да басқа ұсыныстар болатын болса, біз міндетті түрде басқа ұсыныстарға да ашықпыз. Кімде-кім бұл жобаны дұрыс деп білетін болса, кімде-кім бұл жобаны қолдағысы келетін болса, көмектескісі келетін болса, ол адамдардың ұсыныстарын, қаржылай көмектерін біз әрқашанда қабылдауға дайынбыз. Бұл туралы ақпаратты біздің сайтымыз арқылы, болмаса Инстаграмдағы парақша арқылы көруге болады. Қазақстандық медицина бағыты бойынша білім беретін университеттердің арасында біздің қазудың студенттерінің алар орны қандай? Қазақстанның білмеймін, бірақ Алматының 3 университетінің жақсы нәтижелер көрсетті. Біздің күткеніміз GPA балдарына қарап, біз ойладық негізі бұл жақта бағаны оңай қояды. Жаңағыдай GPA балдар сол үшін жоғары деп ойлағанбыз. Сол үшін ең күшті біздің ойымызда шаблон сияқты бізде Асфендияров деп ойлағанбыз, бірақ университет, осы Әл-Фараби университеті өте күшті жақсы нәтижелер көрсетті. Жан-жақты жақсы білім алған белсенді студенттер келді. Біз үшін бұл кішігірім бір сюрприз болды. Бұл нәрсені ондай күтпедік, бірақ көргенімізге өте қуаныштымыз, және осындай студенттерді қабылдағанымызға біз де қуанып отырмыз. Өзіңізде елім дейтін елдер барда Қазақстан жан-жақты дами бермек. Сырлы сұхбатыңызға көп рахмет. Құрметті көрермен, осымен біздің бағдарлама өз мәресіне жетті. Сұхбат ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.